Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, мен бүгін сіздерге шоколадты құлпынайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сондай-ақ мені арнамда қарайтын көрермендердің 76% тіркелмеген екен. Мені арнамда көптеген қолжетімді рецепттер бар. Солардың бірі ұйғыр мантысы, жөргектен жасалған гүлдер, шоколадты гүлдердің рецептісі. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Арнамда жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Біздерге дәл осындай құлпынай қажет. Құлпынайды салқын суда жақсылап жуып алатын боламыз. Одан соң қағаз майлықтың көмегімен кептіретін боламыз. Құлпынайды қатты қысып езіп жібермеңіздер. Құлпынай күйін жақсы сақтау қажет. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көресіздер. Бізге ол үшін колебот деп аталатын бельгийский шоколад қажет болады. Шоколадты су моншасында немесе микропеште ерітсеңіздер болады. Микропешке 30 секундтан 2 рет салсаңыздар, шоколадтарыңыз ериді, бірақ қаттыға қойып күйдіріп алмаңыздар. Мінекей достар, біздің шоколадымыз еріді. Келесі кезекте бізге шпажка таяқшалары және де стакандар қажет. Шпажканың таяқшаның көмегімен құлпынайды шоколадқа батыра отырып малып алатын боламыз. Барлығын кезекпен кезек сала отырып, дәл осылайша шоколадтарды малып алатын боламыз. Құлпынайлар бір-біріне жақындап кетпесін, формасын бұзып жібереді. Ал егер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, онда үлкендеу құлпынайларды таңдап алғандарыңыз дұрыс. Достар, пікір жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді оқитын боламын. Және де сіздер айтқан рецептпен жасап көремін. Дәл осы мейрам кезінде бұл шоколадты құлпынай таптырмас табыс көзі болып табылады. Әсіресе үйде отырған аналар табыс тапсаңыздар өте жақсы болады. Мінекей достар, біздің құлпынайларымыз дайын. Ендігі кезекте оны тоңазытқышқа 30 минутқа қойып алатын боламыз. Құлпынайды әртүрлі етіп сәндеуге болады. Кокос ұнтағына салып, одан соң дәндер сеуіп, немесе шоколадтың өзімен ақ-қара түсімен сәндеуіңізге болады. Әркім өз талғамынша сәндесе керемет болып шығады. Сәндеп болғаннан кейін де шоколадты 10 минутқа тоңазытқышқа салып алыңыздар. Өте тез дайын болады және де керемет болып шығады. Балаларыңызға тапсырыс бермей-ақ үйден өздеріңіз жасап берсеңіздер болады. Бұл құлпынайды менің балам жасап отқан болатын. Мінекей көрдіңіздер ме, балаларының да қолынан жасау келіп тұр. Сондықтан да әрбір ананың балаларына жасап беруге өте керемет әдіс. Осылайша кекс қағазына барлығын орнықтырып шықтық. Керемет болып шықты. Әсіресе дәмі өте дәмді құлпынай шоколадпен керемет үйлеседі. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.